Сәлеметсіздер ме? Эфирде не жаңалық айдары. Студияда мен, Каусар Тайман, және студия қонағы Құдайберген Ринат Тұраланұлы. Қоян қолтық ұрысынан Қазақстан Республикасының спорт шебері. Сәлеметсіз бе, Ринат? Өзіңізде не жаңалық? Сәлеметсіз бе, Каусар? 7-8 ақпан күні облыс чемпионаты өткен болатын. Сол облыс чемпионатында чемпион атанып, Қазақстан Республикасының чемпионатына іріктеуге жолдама алдым. Керемет. Қоян қолтық ұрыс қандай спорт түрі және неліктен бұлай аталды? Қоян қолтық ұрыс спорты жақын арада өтетін жекпе-жек түрі. Қоян қолтық деген сөздің өзі тығыз, бетпе-бет деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да қоян қолтық ұрыс спорты деп аталды. Қоян қолтық ұрыс қай елде, қандай мақсатта пайда болды? Қазіргі жүйедегі қоян қолтық ұрыс спорты Кеңес одағының кезінде әскери қызметкерлерді арнайы дайындықтан өткізу үшін дамыды. Сіз бұл спортқа қалай келдіңіз? Бұл спортқа 6 жасымнан келдім. Және де алғашқы жаттығудан бәрі ұнап, қазіргі уақытқа дейін спортты жалғастырудамын. Керемет. Осы спортқа келуіңізге кім немесе не себеп болды? Менің спортқа келуіме себеп болған менің атам. Кішкентай кезімде досымнан жеңіліп қалып, содан кейін атам менің әкеме бұл баланы спортқа берсін деп, осылайша менің спорттық карьерам басталып кетті. Қорғаныш жаттығуларының басты мақсаты қандай? Басты мақсат физикалық даму, реакцияны дамыту және де өзін-өзі қорғай алу. Жаттығу кезінде жарақат алсаңыздар, қандай медициналық немесе алғашқы көмекке жүгінесіздер? Жарақат алған жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Суық басу, таңу және де қажет болса дәрігерге жүгіну. Ауыр жарақат алған жағдайларда қалпына келу процесінен өту керек болады. Бұл спорт түрін қазіргі жастарға ұсынар едіңіз, және неліктен? Әрине ұсынар едім. Жалпы бұл спорт тәртіпке, сабырлыққа және де жауапкершілікке үйретеді, және де жастарды жаман әдеттерден сақтайды. Ринат аға, бізде қонақ кәде деген дәстүр бар. Сіздің қандай өнер көрсете аласыз? Менің хоббиім гитара тартып бере аламын. Ағайынды Көшербаевтардың әні «Раушан гүлдер». Келбетің гүл көктен, гүлдей боп жүрмеппін, тек сені аңсаумен, түндеткен қараушы едім, ай, саған құрметпен, ай. Раушан гүлдер, роза гүлдер, өзі бап саған гүл берсем, бағалап үлгерсем, ай, раушан гүлдер, лала гүлдер, өзіңмен биік түндеңсем, жаныңда бір жүрсем. Әсерлі әр көктем, сезімді дәмдеткен, өзіңмен келемін, жолымды дәлдеп мен қараушы едім, ай, саған ізетпен, ай. Раушан гүлдер, роза гүлдер, өзі бап саған гүл берсем, бағалап үлгерсем, ай, раушан гүлдер, лала гүлдер, өзіңмен биік күндеңсем, жаныңда бір жүрсем. Қандай керемет орындау. Сізге рахмет. Ал енді келесі сұрағымызға көшетін болсақ, өзіңізді қорғай алуыңыз үшін қандай дағдыларға ие болу керек? Физикалық дайындық болу қажет, және де психологиялық тұрақтылық, өзіңді қорғай алу қажет. Қоян қолтық ұрыс спортының күнделікті өмірде қандай пайдасы бар? Күнделікті өмірдегі пайдасы бұл спорт сенімділік береді және психологиялық тұрақтылық, дисциплинаға үйретеді. Ринат аға, мына жерде көптеген медальдарды көріп отырмыз. Бұл туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Медальдер жайлы айтатын болсақ, 2024 жылы Қазақстан Республикасының чемпионаты өткен болатын.
Атырау қаласында. Сол чемпионатта 5 жекпе-жек өткізіп, осы алтын медальді иеленген болатынмын, және де спорт шебері атағын орындадым. Әлем чемпионатына жолдама алып, Өзбекстан елінде Бұхара қаласында қазан айының 10-14 күні әлем чемпионаты өткен болатын. Сол чемпионатта 3 орын иелендім. Және де төтенше жағдай министрлігінің кубогында 2 орын иелендім. Және де пояс жайлы айта кететін болсақ, халықаралық турнирде 1 орын алып, осы поясты иелендім. Жетістіктеріңіз көп бола берсін. Қорғаныс техникаларын үйрену қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Өте маңызды. Қазіргі заманда әр адам өзін қорғай білуі қажет. Және де күш қолдану емес, ақылмен әрекет ету қажет. Бұл спортпен айналысу адамның мінезіне қалай әсер етеді? Адамның мінезін қалыптастырып, физикалық дамуын жақсартады, және де дененің шымыр болуына көмектеседі. Болашақта бұл спортты өзіңіз жалғастыра бересіз бе, әлде шәкірт тәрбиелеуді мақсат етесіз бе? Екеуін де алып жүруге тырысамын. Боец ретінде және де бапкерлік карьерамды бастау ойымда бар. Қыз балаларға бұл спорт түрі қолайлы ма? Әрине, қыз балаларына өзін қорғауға өте жақсы көмектеседі. Өзіңіз үлгі тұтатын спортшы немесе бапкер бар ма? Өзіміздің Ақтөбе қаласынан алатын болса, Айдын Төлепбаев деген спортшы бар. 2025 жылы әлем чемпионы болды қоян қолтық спортынан. Және де қазіргі таңда қоян қолтық спортының Ақтөбе қаласының президенті. Қандай өмірлік қағиданы әрдайым ұстанасыз? Өмірлік қағиданың дисциплина және әрдайым білім алып отыру. Бұл спорттың арқасында шетелге шығып көрдіңіз бе, және ең есте қалған сапарыңыз қандай? Жаңа атап өткендей, Қазақстанның шетелдерінің 5 мемлекеттің бәрін көріп шықтым деп айтуға болады. Ресей елінде, Башқұртстан елінде болдым. Өзбекстанда, Бұхара қаласында, және де Қырғызстанның Бішкек және Ыстықкөл деген қалаларында болдым. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Менің өмірлік ұстанымым әрқашанда адал және шыншыл болу. Қандай керемет. Осы қалпыңыздан таймаңыз. Осындай жетістіктерге жете беріңіз. Ал құрметті көрермендер, Ринат Раланұлы екеуміз арамыздағы сұхбатымыз осымен тәмам. Әңгімеміз ұнаса, пікір жазып, лүпіл баса кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.